أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد ثم ما بعد Assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh. Құрметті бауырлар, Алла субхана ва тағала бүгінгі күнімізді берекелі, қайырлы етсін, қуанышымыз көп болсын. Алла тағала оразамызды жеңіл етсін, оразаларымызды иншалла Алла өз қабыл етсін. Бауырлар, әдетіміз бойынша әр күні сол дәріс өту жоспарға қойылған болатын. Аллаға шүкір қойылып келе жатыр. Мұсылманның алдындағы міндеттерінің бүгін иншалла төртіншісін өтеміз. Мұсылман алдындағы төртінші міндеті لا يسمع بلاغة الناس بعضكم على بعض ولا يبلغ بعضكم ما يسمع من بعض. Мұсылман бауырыңыздан естігенді екінші біреуге жеткізбеу. Адамдар сол сіз себепті сол адамның бойындағы мәселелерді естімеуі ол мұсылманның міндеті деген. Осы тақырыпта. Бұл деген сөз, бауырлар, қазақ айтады. Жақсының жақсылығын айт дейді, нұры тассын дейді. Міне сол жақсылығын айтып жүру, ол шариғатта бар. Сыртымыздан бір-бірімізді жақсылығымызды айтып жүрсек, ол жақсы сауап болады. Жаманшылығымызды жасырып, өткен баршамыз пендеміз. Пенде болған екен, кемшіліктер болады. Кейде адам бір көргенде немесе бір естігенде оны сол қалпында түсініп қалуы мүмкін. Оны кейін асықпай екен сұрастырса, мүлдем басқаша әңгіме болып шығады. Сол үшін көре салысымен, ести салысымен оны екінші біреуге жеткізбеу ол мұсылман алдындағы міндеті екен. Бәлкім оны жасыру керек, оны барынша оны анықтағанға шейін. Бәлкім мұсылман адам сол адамның өзіне ескертеді. Оның кемшілігі болса, ақырындап астарлы. Ал оны екінші біреуге сөз қып жеткізіп барып осындай ғайбатшы болатын болса, ол адам жайында Алла Тағала Құран Кәрімде бір-бірің ғайбат сөйлемеңдер, бауырларының етін жей алмаған секілді ғайбатты жемеңдер деп айтқан Алла Тағала. Бауырлар, бұл ғайбат деген немесе сөз тасу деген өте үлкен күнә болып есептелінеді. Расул салам айтқан: «Ла ядхулул жанната қаттат». Сөз тасушы, өсек тасушылар жәннатқа кірмейді деп айтқан пайғамбар алейхиссалам. Сол үшін тілімізге ие болып, бәлкім мұсылман арасындағы болған әңгімені екінші біреуге жеткізуге болмайды. Ол себепті адам жәннаттан кесіліп қалуы қаупі бар. Міне қазір күнде мына интернет деген өте, әрине ол жерде де пайдалы нәрселер бар және зиянды нәрселер де бар. Соны мұсылман адам ақылмен қарап, барлық нәрсені өте мұқият қарау керек. Көргеніңізді, естігеніңіз бәрін интернетке сала бермеңіздер. Өйткені оны адамдар сол қалпында ойлап, әрмен қарай оған комментарий жазады. Қияметте сол адамдардың бәрі жауап береді. Өйткені адамның абыройы бұл баршасынан жоғары тұрады. Бір адамның абыройын төгіп, оны ғайбат айтып, оның сыртынан сөз айту шариғатта өте үлкен күнә болып есептелінеді. Тіпті ғұламалар келтіреді кітапта, Каба деген Меккедегі сол қажылар айналып жүретін қара ортадағы тас Каабатулла. Сол Кааба бұзылсын немесе бір мұсылманның абыройы төгілсін, қайсысы орындалсын десе, мысалға дейді, онда Кааба бұзылсын, мұсылманның абыройы төгілмесін деп айтқан. Міне мұсылман адамның қаншалықты Алланың алдында мәртебелі екендігін осыдан-ақ білуге болады, бауырлар. Сол үшін Алла Тағала Құран Кәрімде сөз тасуларды пасық деп келтірген. Пасық адам сендерге бір ақпарат жеткізсе, оны анықтамай тұрып, оны таратпаңдар, оны басқаларға айтпаңдар деп айтқан Құран Кәрімде. Бауырлар, мұсылман адам бәлкім бір-біріміздің жақсылығымызды айтып, міне қасиетті Рамазан айында міне өзгеретін ай, бауырлар, өзгерейік. Осыған дейін біреулерде осындай дерт болған болса, ол дерттен айыға келдік, тәубамызға келейік. Осы айдан кейін барып, сондай сөз айтпайтын, өсек тасымайтын, ғайбат айтпайтын адамға айналуымыз Алла нәсіп етсін. Өйткені ол өсек тасып, сөз тасып жүру, бұл қабір азабына баратындығын айтқан пайғамбар алейхиссалам. Тіпті сахабалармен бір бейіттің жанына өтіп бара жатқан кезде, екі адамның қабір азабын көріп қиналып жатқандығын айтқан пайғамбар алейхиссалам. Біреуі кіші дәретіне сақтанбағандықтан деді, екіншісі адамдардың арасында сөз тасып, ғайбат айтқандықтан деп айтты. Міне осы апаттан құтылудың бірде-бір жолы мұсылманның ақысын, мұсылманның міндетін сақтау. Ол мұсылман алдында міндетінің төртіншісі бүгінгі дәрісіміз бойынша сол жайында
одан естіген сөзді екінші біреуге айтпай, бәлкім ол сырды сақтап, оның абыройына нұқсан келмейтін жақтарын ойластырып жүру мұсылманның алдындағы міндеті екен. Субханака астағфирука ва атубу илейк.